Саламатсыздар ма 7-ші сынып оқушылары? Қазақстан тарихы бойынша 2-ші тоқсанға арналған ТЖБ тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бізге 4 тапсырма берілген. Соның біріншісі деректі және өз біліміңді пайдаланып сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Бұл жерде Бұхар жырау мен үмбетей жыраудың жырынан үзінді берілген. Сол үзінділерді пайдалана отырып, астындағы сұрақтарға жауап береміз. Бірінші, деректердің негізінде қазақ хандығының қоғамдық саяси жағдайын түсіндіріп дәлел келтіріңіз дейді. Екінші, берілген үзінділер арқылы қоғамдағы тарихи тұлғалардың рөлін түсіндіріп дәлел келтіріңіз. Үшінші, тарихи деректердің құндылығынан бағалаңыз дейді. Екінші тапсырма, дерек және өз біліміңді қолданып сұраққа жауап беріңіз дейді. Бұл жерде бізге мәтін берілген. Бұл мәтінде осы Ресей империясының осы қазақ жерін отарлау туралы мәтін берілген. Сол мәтінді пайдалана отырып, астындағы сұрақтарға жауап береміз. А. Ресейдің қазақ жерлерін отарлауының себебін түсіндіріп дәлел келтіріңіз. В. Ресей империясының қазақ жерін отарлау үшін қолданған әдісін талдау керек. С. Ресейге қарсы болған ұлт азаттық қозғалысының мақсатын түсіндіруіміз керек. Сонымен қатар Д. Ресейдің қазақ жерін отарлауының салдарын түсіндіріп дәлел келтіруіміз қажет. Үшінші тапсырма. Дәстүрлі және 1822-1824 жылдардағы реформадан кейінгі билікке қатысты сөздерді жіктеуіміз қажет. Бұл жерде кестеде дәстүрлі билік жүйесі, сонымен қатар реформадан кейінгі билік жүйесі берілген. Астында хан, уезд, округ, құрылтай, старшын, округтік приказ, ата аймақ, рубасы. Осы сөздерді қай билік жүйесіне жататынын бөліп жазуымыз қажет. Төртінші тапсырма. 18-19 ғасырларда көтерілістің ерекшеліктері мен тарихи маңызын түсіндіріңіздер. Бұл жерде көтеріліс бастаған Сырымдатұлы, Кенесары Қасымұлы, Исатай Тайманұлының көтерілістің ерекшеліктерін жазып, тарихи маңызын түсіндіруіміз қажет. Ал енді оқушылар тапсырмаға орайық. Бұл жерде бірінші тапсырма, деректерді және өз біліміңізді пайдаланып сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Бана айтып өткендей кестеде Бұхар жырау мен үмбетей жыраудың жырынан үзінді берілген. Енді сұрақтар. А. Еңбектердің негізінде қазақ хандығының қоғамдық саяси жағдайын түсіндіріп дәлел келтіріңіз деген екен. Бұл жерге 18 ғасырдың басында қазақ жері сыртқы жаулардың шабуылдары деп қазақ халқының басына қиын жағдай орнатты. Қазақ хандығы жоңғар шапқыншылығына ұшырап, ауыр жағдайды басынан өткерді. Осы кезде қазақ хандары мен батырлары бірігіп, жоңғарларға тойтарыс беру үшін қазақтарды біріктіріп, жерін аман алып қалған болатын. В. Берілген үзінділер арқылы қоғамдағы тарихи тұлғалардың рөлін түсіндіріп дәлел келтіріңіз деген. Бұл жерге Абылай ханның жүргізген ішкі және сыртқы саясатын тұрақтандыруға бар күшін салды. Жоңғарларға қарсы соғыста ерлігімен көзге түсіп, бас қолбасшы болған Бөгенбай Абылай ханның жақын серігі болған. С. Тарихи деректердің құндылығын бағалаңыз дейді. Деректің құндылығы сол кездегі қазақ хандығының жағдайын, Абылай ханның өмірі мен саясаты, қазақ-жоңғар соғысы жайында шынайы ақпарат береді. Міне оқушылар, бірінші тапсырма бойынша осылай жазсаңыздар болады. Сонымен қатар қосымша ақпараттарды да кірістіріп жазсаңыздар болады. Екінші тапсырма бізде деректі және өз біліміңізді қолданып сұраққа жауап беріңіз дейді. Бұл жерде бізге осы Ресей империясының осы қазақ жерін отарлау туралы мәтін берілген, дерек берілген, соны пайдаланып астындағы сұрақтарға жауап беруіміз қажет. А. Ресейдің қазақ жерлерін отарлауының себебін түсіндіріп дәлел келтіріңіз дейді. Ресей империясының қазақ жерін отарлаудағы мақсаты өзінің территориясын Азияға дейін кеңейтіп, Қытай мемлекетінің сауда-саттық дамытқысы келді. В. Ресей империясының қазақ жерін отарлау үшін қолданған әдісін талдап дәлел келтіріңіз дейді. Бекіністер салынды. Қазақ жерінде отарлау саясатының басты тірегі казактар болды. Орынбор, Жайық, Сібір, Жетісу казактары құрылды. 1716 жылы Жәміш, 1718 жылы Семей, сонымен қатар 1720 жылы Өскемен бекіністері салынып, осы қазақтың шұрайлы жерлері тартып алынды. С. Ресейдің қазақ жерін отарлауының салдарын түсіндіріп дәлел келтіріңіз дейді. Дәстүрлі қоғамдық саяси жүйе бұзылды. Қазақ жеріне өзге ұлт өкілдері көптеп қоныстану салдарынан бүгінде Қазақстан көп ұлтты мемлекетке айналды. Елімізде қазіргі кезде 130-ға жуық ұлт өкілдері өмір сүреді. Үшінші тапсырма бізде дәстүрлі және 1822-1824 жылдары реформадан кейінгі
билікке қатысты сөздерді жіктеңіз дейді. Бұл жерде бізге 8 сөз билікке қатысты сөздер берілген. Хан, уезд, округ, құрылтай, старшын, округтік приказ, ата аймақ, рубасы. Осы сөздерді дәстүрлі билік және реформадан кейінгі билікке бөліп жазуымыз керек. Дәстүрлі билікке хан, құрылтай, ата аймақ, рубасы. Ал реформадан кейінгі билікке уезд, округ, старшындар, сонымен қатар округтік приказ сөздерін бөліп жазсаңыздар болады. Енді 4-ші тапсырма бізде 18-19 ғасырларда қазақ көтерілістерінің ерекшеліктері мен тарихи маңызын түсіндіріңіз дейді. Бұл жерде көтеріліс бастаған тұлғалар берілген. Сырым Датұлы, осы кеңес үкіметіне қарсы, Кенесары Қасымұлы, Исатай Тайманұлы. Сырым Датұлы көтерілісіне келетін болсақ, басты себебі мал жайылымының жетіспеушілігі, әскери бекіністерінің салынуы, патша үкіметінің қазақтардың емін еркін жүріп тұруына тыйым салуы болды. Осы салдардың салдарынан Сырым Датұлы көтерілісі басталды. Кенесары Қасымұлы көтерілісі жалпы қазақ жерінде Ресей империясының отаршылдық саясатына қарсы болған ең ұзақ көтерілістердің бірі, яғни 10 жылға созылған көтеріліс. Сонымен қатар бұл көтеріліске 300 қазақтары мен сонымен қатар өзге ұлт өкілдері де қатысты. Исатай Тайманұлы көтерілісі. Бұл көтеріліс 1836-1838 жылдар болған көтеріліс. Бөкей ордасында болған көтеріліске Жәңгір ханның жергілікті халықтың мүддесінен өз мүддесін жоғары қоюы, сонымен қатар қайынатасына Каспий маңындағы құнарлы жерлердің беруі себеп болды. Осы көтерілістердің тарихи маңызы, жалпы бұл көтерілістер қазақ халқының рухын көтеріп, патша үкіметінің жергілікті халықпен санасуына ықпал етті. Міне оқушылар, бізге берілген ТЖБ тапсырмаларын талдадық. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, маған комментариймен жаза кетіңіздер, мен міндетті түрде жауап беремін.